Алғашқы адамдардың пайда болуы. Сәлематсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен тарихтың ежелгі кезеңін зерттеуде археология ғылымының қандай маңызды рөл атқарғаны және қазба жұмыстары кезінде ежелгі адамдардың қалдықтары қай жерлерден табылғаны жөніндегі сауалдарға жауап іздеп көрейік. Сондай-ақ адам баласының жер бетінде пайда болуы және оған қатысты түрлі көзқарастар, ежелгі адамдардың даму сатысы мен сыртқы пішіні жөніндегі мәселелерді қарастырамыз. Адамның шығу тегі. Ең алғаш адам баласының пайда болып дамуындағы кезең алғашқы қауымдық құрылыс болып табылады. Ғылыми зерттеулерге қарағанда алғашқы қауымдық құрылыстың дамуы барлық жерде бірдей жүрген. Ал ежелгі адамдардың пайда болуы мен өмірін зерттеуде археология ғылымының тигізер көмегі өте зор. Демек, заттай деректер арқылы адамзаттың өткен тарихын зерттейтін ғылым археология деп аталады. Грек тілінен аударғанда архео көне, логос зерттеймін деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі таңда адам баласының жер бетінде пайда болуы жөнінде түрлі көзқарастар бар. Мұндай көзқарастар үш топқа бөлінеді. Біріншісі, діни түсінік бойынша бүкіл әлемді, соның ішінде адамды да Құдай жаратты деген ұғым. Екінші көзқарас бойынша адам баласы жер бетіне ғарыштан келген. Ал үшінші пікір бойынша адам баласы жер бетіндегі басқа да тіршілік иелері сияқты ұзақ эволюциялық даму нәтижесінде қалыптасқан. Әлемнің көпшілік ғалымдары осы көзқарасты жақтайды. Чарльз Дарвиннің ілімі бойынша адамның пайда болып қалыптасуы мен дамуы қарапайымнан күрделіге қарай жүрген. Жер бетіндегі ең алғашқы адам қалдығы 1959-1963 жылдардағы археологиялық қазба жұмыстары барысында Шығыс Африканың Кения жеріндегі Олдувай шатқалынан табылды. Ғалымдар бұл ежелгі адамның түр сипатына және қасынан табылған тас шапқыға қарап, оны епті адам деп атады. Оның калий-аргон әдісі бойынша белгіленген ең жоғарғы жасы 1.750.000 жыл. Епті адамның миының көлемі 652 куб сантиметрі, яғни ертедегі маймылдың миынан әжептәуір көлемді де салмақты болған. Епті адам маймыл тәрізді 4 аяқпен емес, 2 аяқпен жүрген. Оған табан сүйектерінің доғалданып келуі дәлел. Соңғы жылдары ғалымдар ашқан жаңалықтар жер бетінде адамның алғаш пайда болған отаны солтүстік шығыс Африка екенін дәлелдеді. Адамзаттың келесі даму сатысындағы тіршілік иесі тік жүретін адам деп аталады. Олардың ғылымға белгілі өкілдері питекантроп және синантроптар. Олар бұдан 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бірінші питекантропты 1891 жылы Индонезиядағы Ява аралынан голландиялық ғалым Дюбуа тапты. Содан бергі 100 жыл ішінде Еуропа мен Азиядан, шығыс және солтүстік Африкадан осыған ұқсас 10 адамның қалдығы табылды. Епті адаммен салыстырғанда питекантроптың миының көлемі үлкейіп 950 куб сантиметр. Бас және жақ сүйектері кішірейді, аяғы ұзарып, қолы қысқара бастаған. Тік жүретін адамның екінші бір түрі синантроп. Алғаш рет 1927 жылы Қытайдағы Чжоу-Коудян үңгірінен қазып алынды. Оның миының көлемі 1075 куб сантиметр болған. Адам дамуының келесі сатысы неандерталь. Адамның пайда болуы. Бұл адам 1856 жылы тұңғыш рет Германияның неандерталь жотасынан табылды. Сондықтан оған табылған жерінің аты беріліп отыр. Неандерталь адамның өзіне бұрынғылармен салыстырғанда дене бітімі өзгеріп, қас үстіндегі дөңесі азайған және маңдайы жазылып, иек пайда болған. Миының көлемі артып 1300-1400 куб сантиметрге жетті. Еуразия мен Африканың түрлі аймақтарынан 120-дай неандерталь адамның қалдықтары табылды. Зерттеу деректеріне қарағанда олар қысқа бойлы 155-150 сантиметр, дене бітімі еңкіштеу, жүру мен жүгіруге епсіздеу болып келеді. 1938 жылы академик Окладников Өзбекстанның оңтүстігіндегі Тесіктас үңгірінен 8-9 жастағы неандерталь баланың қаңқа сүйегін тапты. Бұл баланың бет әлпетін танымал антрополог ғалым Герасим
қалпына келтірген. Адам дамуының келесі сатысында неандерталь адамнан кейін дене бітімі қазіргіге ұқсас саналы адам қалыптасты. Мұндай адамның сүйегі алғаш рет 1868 жылы Франциядағы Кроманьон үңгірінен табылғандықтан, оны Кроманьон адам деп атайды. Оларға тән белгілер үңгірден табылған 5 қаңқаны зерттеу негізінде анықталды. Бұл адамның түр сипатында қазіргі адамдарға ұқсас белгілер көп. Олардың маңдайы жазық, қабақ үсті аздап шығыңқы, мұрны кішірек, бас сүйегі сопақша және иегі айқын болып келеді. Бас сүйегі қазіргі адамдарға ұқсас. Миының көлемі 1500-1800 куб сантиметр. Кроманьон адамның дене бітімін қазіргі адамдардан еш айырмашылық болмаған. Олардың бойы биік 168-194 сантиметр, аяқтары ұзын болған және тік жүрген.